Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді әрі қытырлақ болып шығатын ерекше вафлидің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып аламыз. Шым-шым тұз себеміз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Аз-аздан секерімізді салып араластырамыз. Сармайымызды ерітіп, жылы күйінде қосатын боламыз. Сүтімізді қосамыз. Ұнымызды аз-аздан бөліп саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Жақсылап біркелкі араластырамыз. Мінекей осындай қоюлықта дайын болады. Қызып тұрған вафельницамызға өзімізге ыңғайлы қасықпен құйып аламыз. Мен гүл тәрізді етіп жасадым. Өзіме осы қатты ұнайды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлығын біркелкі етіп, осындай етіп пісіріп шығамыз. Мінекей біздің қытырлақ болып шығатын вафлиіміз дайын. Дәмі тіл үйіретін, ерекше дәмді, балалық шақты еске алатындай осындай дәмді вафли сіздің отбасыңызды қуанышқа бөлеріне кәміл сенемін. Жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырғандарыңыз үшін алдын ала рахмет. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.